Мата маскасын қолданып жүрсіз бе? Тез арада күтім жасау құралына айналып үлгерген бір реттік мата маскаларын әлбетте бет күтімі үшін сиқыршы емес, бірақ оны да өз ретімен қолдана білу керек. Олай болса, қарапайым мата маскасының қандай пайдасы бар екенін анықтап көрейік. Достар, менің арнам сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болатын пайдалы кеңестер бір арнасы. Кейбіреулер масканы күнде таңертең қолданып, міндетті күтім құралына айналдырып жіберген. Бұл факт, миф. Себебі мата масканы үнемі қолдансаңыз, тері астындағы май бездерінің жұмысы бұзылады да, тері жұмыс істеуге ерініп, өзінің функциясын маскаға ысырып тастайды. Яғни, тері маскаға тәуелді болып қалады. Сіздерге матадан жасалған масканың артықшылықтарын анықтайық. Мата масканы теріні ылғандырылып, пайдалы заттармен нәрлендіреді. Әп-сәтте мимикалық әжімдерді тегістеп, теріні сергітеді. Пайдалану оңғайлығы мен жеңілдігі ешқандай қайта жуу мен қосымша әрлендіру талап етпейді. Мата масканы қолдану кезде қандай ерекшеліктерге мән беру керек? Біріншіден, масканы бетке тегіс орналастыру керек. Яғни, бет пен мата арасында ауа қалмағанын қадағалаңыз. Бұл да реттік заттардың барынша сіңуіне көмектеседі. Екіншіден, осы 15-20 минутта шынымен демалуға тырысыңыз. Қимылдамай, сөйлемей, жатып, босаңсып, ән тыңдасаңыз да болады. Егер бет бұлшықеттері қозғалмай тұрса, маска оны бір қалыпта сол жерге қоректік заттардың сіңуіне әсер етеді. Осы себепті масканы жатып пайдалану ұсынылады. Масканы тұтыну кезінде бетті ашытып жатқандай сезім пайда болуы мүмкін. Бұл белсенді заттардың әсер етіп жатқандығының белгісі болады. Заманауи мата маскалары пайдаланған соң қосымша ылғандырылған талап етпейді. Өйткені оның өзі тамаша ылғандырылған және құнарлы болып келеді. Егер бет терісінің саулығы қайта қалпына келтіру қажет болса, масканы күн ара пайдалану ұсынылады. Ал тері күтімі үшін аптасына 2-3 рет пайдалану да жеткілікті. Құрамы мен қаптамасы. Маска қарапайым, сұлыққа, салфетка ұқсас арнайы көз бен ауызға арналған ұйықтары бар гипоаллергенді материалдан жасалады. Сұлыққа қарағанда мата қалыңдау және негізінде жасалған қойытылған сарысудан тұрады. Көбіне сарысу салыстырмалы түрде жеңіл, хош иісті, қою гельге ұқсайды. Өндірушілер әдетте ерітіндіні аямайды. Сол себепті масканы бір реттен көп тұтынатындар бар. Мата масканы қашан қолдану керек? Масканы көмекші деп қараңыз. Мәселен, жиі жолда жүресіз, саяхаттайсыз, тері күтімін жасауға мүмкіндік болмайды. Ондай сәтте маска сізге таптырмас көмекші құрал болады. Сапарда жүргеніңізде маңызды кездесуге бару, сахнаға шығу керек сәттерде туындап қалды делік. Теріңіздің жағдайы мәз емес. Дәл сол сәтте осындай масканы қолдансаңыз, тері ылғандырылып, жылтырап, иесін жинай бастайды. Жаздың күні тері құрғағанда аптасына 2-3 рет қолдануға болады. Қалай қолданған дұрыс дейсіздер ме? Масканы қалыпты, салқын үйде температурасында күн түспейтін жерде немесе тоңазытқышта сақтаңыз. Мата маскасы өзіне сарысуды сіңірген күтім құралы. Сондықтан мата маскасын теріні арнайы жуғыш құралдармен тазартып, тоникпен сүртіп болғаннан кейін қолданыңыз. Аптасына 2-3 рет қолдану жеткілікті.
яғни теріңіздің жай-күйіне де байланысты. Маска бір рет қана қолданылатын зат. 15 минуттан артық ұстамаңыз. Сонымен қатар бір рет қолданған мата маскасы екінші рет қолданбаңыз. Әрине, оның құрамында сұйық сары су көп мөлшерде қалып қою мүмкін. Сонда да мата маскасын үнемдеу маскасында қолданылған соң сақтап қойып, екінші рет қолданған жөн. Себебі ауадан қолдан әртүрлі бактерия өтіп, маскадан теріге түседі. Әрине, нәтижесі сіз күткендей керемет болмай, керісінше терінің күйін нашарлатып алуыңыз мүмкін. Сондықтан мата масканы үнемдемей, тек қана бір рет қолданыңыз.